Қақаған қыстың сақырлаған сары аязды күні еді. Үйде Бағиладан өзге ешкім жоқ. Курстас қыздармен кітапханаға барамыз деп уәделескен. Оған дейін 1,5 сағат уақыт бар. Оңашалық қашанда адам ойын белгісіз бір құпия дүниеге жетелейді. 5 бөлмелі даладай үйде ол өзін қоярға жер таппады. Жасынның шетелден әлдеқашан келгенін Бағила әрине біледі, бірақ оған хабарласудың ретін таппай қойған. Көшедегі телефон автоматтарға кіріп, тәуекелі жетіп дискіні де бұрап көрген. Бірақ қанша өзін қинаса да 2-3 цифрды терген соң демі жиілеп, өзінен өзі өрт боп жанып, будкадан атып шығатын. Ауыз үйде тұрған аппаратқа ол әлденеше рет келіп те қайтты. Бәрінде өзін өзі жеңе алмай бойын кернеген ұяты еркін тұтқындап, бар жоғы жансыз дискінің 6 нөмірін тере алмай азапқа түсті. Тіпті телефонға жақындаудың өзі ұят секілді. Адамның жансыз нәрседен де қысылатын кезі болатынына ол таңданды. Көп толқу мен арпалыстан соң ол телефон жанына келді. Жайлап, трубканы рычагтан алып, құлағына апарды. Бір қалыпты ызыңдаған дыбыс. Аппарат мінсіз жұмыс істеп тұр. Кез келген қызметіңе дайын. Қалаған адамыңның үйіне дауысыңды жеткізе алады. Бағила демінің тағы жиілеп, алақаны мен маңдайының тершігенін сезді. Ол алғашқы 3 цифрды еркін алды. 4-ші цифрды тергенде саусағының дірілдегенін байқады. 5-ші цифрды саусағы сынып кетердей әрең айналдырды. Міне, ең соңғы сан, бар жоғы бір-ақ сан, бар жоғы бір-ақ сан. Ол сұқ саусағын 8-ге апарды. Оны жайлап, жоғары көтере бастады. Мүлдем тынысы бітіп қалғандай. Ақыры оны тез айналдырып жіберді де, көзін жұмып, демін ішіне тартып, бұдан әрі не боларын күтті. Аппараттың бір қалыпты ұзын дыбысы естілді. 2, 3. Құлақ түбінен әлдене сатыр-сытыр сынды да артынша ер адамның сұп-суық немқұрайды үні естілді. Я? Бағила недерін білмей тілін жұтып тұрып қалды. Я, деді ер адам зілді дауыспен. Дәл сол дауыс, Жасын. Бағила демігіп кетті. Алло, сәлематсыз ба? Деді Бағила ол трубканы тастап жіберер деп қауіптеніп. Әрі екінші рет телефон соғуға шамасының жетпейтінін біліп. Сәлематсыз, сізге кім керек? Қашан келдіңіз? Атам заманда, бұл кім? Сіз ұмытып қалдыңыз ба? Мен анығырақ айтсаңызшы, кім дейсіз? Мен Бағиламын. Я, есімде. Келгелі бері телефон соғуға уақыт болмады, бір шаруаңыз бар ма еді? Бағила мұнан әрі сөйлеуге шамасы жетпей трубканы тастап жіберді. Жасынның соңғы сөзі оның осы бір кезге дейінгі талпынып, тасып келген көңілін су сепкендей басып, оған деген сезімдерінің бәрін шалғыдай жапырып өтті. Ол ызаға шыдамай төсегіне кеп құлай кетті. Ойынан Жасынның бір шаруаңыз бар ма еді деген өзекке мұз қатырардай суық сөзі кетпей қойды. Неге оған телефон соқтым? Неге? Неткен ессіз едім. Сол керек саған, сол керек. Көптен іздегенің естімек болғаның осы сөз еді ғой. Ал естідің, деді ол өзін өзі табалап. Қанша уақыт өткені белгісіз, сыртқы есіктің сарт етіп жабылғанынан есін жиды. Келген адамның аяқ басысынан, киім шешісінен ақ оның сәргел екенін Бағила бірден таныды. Орнынан тез-тез тұрып, креслоны терезе жаққа қаратып қойды да, жауырынын есікке беріп, кітапқа үңілген боп қалды. Я, деген сәргелдің даусы естілді. Бағила оның телефонмен сөйлескенін естимін деп есікті жауып кеп отырды. Оңашада күйкі ойы ауған күннің көлеңкесіндей өте бере ме, бойын езіп бара жатқан әлгі бір күйініші мен ызасы, сәргел есікті сарт жапқаннан жел үрлеген тұмандай сәл сейіліп қалып еді. Сәргелдің бері қарай жүрген естілді. Тура Бағиланың бөлмесіне қарай келе жатыр. Есік алдына да кеп аз ғана аялдады. Жайлап есік ашылды. Есіктің ашылған дыбысы естілмесе де Бағила тәнімен сезіп отыр. Сәргелдің өзіне сөз жоқ, тесіле қарап тұрғанын сезіп, Бағиланың өн бойы шымырлап кетті. Бағила, деді сәргел ақырын дауыстап. Оның бірдеңе деп айтарын біліп отырса да, қыз селт ете түсті. Немере ағасына тура қарамауға тырысып, жартылай бұрылды. Жоғары қарамаса да сәргелдің көзі шатынап тұрғанын көрді. Сені телефонға, деді ол батыра сөйлеп. Бағила таң қалған пішінмен иығын бір қозғады да сәргелдің жанынан өте берді.
Оның қытымыр даусымен селтиіп тұрғанынан, телефонға шақырған адамды мүлдем ұнатпай қалғанын жас қыз ауыз үйдегі аппаратқа бара жатып-ақ анық сезді. «Алло», деді ол ақырын ғана ұйқылы дауыспен. «Мен ғой, жаңа ренжіп қалдыңыз ба?» «Жасын, тағы да жасын. Бір кешке жетер азабы аз болған жоқ қой. Енді тағы не демек, неге шақырып тұр?» «Сіз тыңдап тұрсыз ба?» деді қорғасындай салмақты қоңыр дауыс. «Тыңдап тұрсыз ба деймін?» «Я, не айтпақсыз? Әлгі кісі кім?» «Соны білгіңіз кеп телефон соғып бедіңіз?» «Сараң адам екен. Және ешқашан көркем шығарма оқымаған, оқимын деген ниеті де жоқ. Сізбен сөйлескім де келмейді, енді телефон соқпай-ақ қойыңыз». Екінің бірі осылай ашулана алады. Мен оған таң қалмаймын. «Ертең қолыңыз тие ме?» «Жоқ, уақыт табыңыз, өтінем». Ол мырс етіп күлді. «Мен бүйтіп ешкімге айтып көргем жоқ едім, қызық екен». «Уақытым жоқ, сау болыңыз. Трубканы тастағалы тұрсыз ба?» «Ол есті адамның ісі емес». «Сонымен ертең дәл сағат 6-да Алматы қонақ үйінің алдында күтем. Кешікпеңіз. Сонан кейін де өмір бойы жек көріп өтуге мүмкіндігіңіз бар. Жек көру екінің бірінің қолынан келе беретін көп нәрсе ғой». «Солай. Сау болыңыз». Бағила телефон трубкасын ұстаған бойы ұзақ тұрып қалды. Неткен қатыгез, неткен өзіне өзі сенген менмен адам. «Жоқ, бармаймын». Бұл телефонмен сөйлесіп болды-ау дегенде жұмыс кабинетінен сәргелде шықты. «Бағила», деді ол ресми үнмен, «көңіліңе келсе де айтайын, бұл адаммен екінші рет сөйлесуші болма. Сыпайылық пен мәдениет дегеннен жұрдай неткен жан ол. Менің үйіме телефон соғып тұрып, ер кісінің даусын естіп тұрып, амандаспастан пәленшені шақырсаңызшы деуге оның қандай қақысы бар? Немене, бұл үй ол үшін еркек басқарып отырған әйелдер консультациясы ма? Әлде жобалау институтының лабораториясы ма? Даусын айтсаңызшы, даусын, грубиян. Бір емес бірнеше рет әйел жіберген, тағы да жіберетін адамның даусы. Және осы дауыс маған таныс сияқты. Ұқтың ба менің айтқанымды?» «Я, ұқтым». Бағила екі айтқызбас тіл алғыш баладай басын изеді де өз бөлмесіне қарай жүре берді. Бөлмесіне кіріп есікті жапқан соң, Жасын мен Сәргелдің бір-бірі жайлы үзілді-кесілді айтқан пікірлері есіне түсіп, болар-болмас қана жымиып қойды. Осы бір болмашы күлкілі жай әсер етті ме, әлде Жасынның қайта телефон соққаны ма, әйтеуір оның бойы бұрынғыдан біршама жадырап, ызасы мен реніші тараған секілді. Ертесіне кешкі сағат дәл 6-да Бағила Алматы қонақ үйінің алдында тұрды. Бұл сәт жас қыз үшін ұяты мен арын күйедей кемірген азапты сәттер еді. Ол түні бойы өзімен өзі арпалысып шықты. Мәликемен ұзақ кеңескен соң екеуі бүгін кездесуге барып көру керек деп шешсе де көңілдерінің бір түкпірінде әлсіз үрей жатты. Жасынның жас жігіт емес, үйленген, балалы шағалы адам екендігі үлкен сөз болды. Мәликені тұйыққа тіреп көңіліне түсініксіз сауал үйірген. Жасынның Бағиланы қонақ үйіне шақырғаны болды. Ойласып келіп, олар мұны да өрескелдігі жоқ деп сыпайы шешті. Әңгімелесіп отырып екеуі де жылады. Әйел өмірінің тек жеңілістен, кешіруден, жол беруден тұратынын айтып жылады. Бағиланың бүгінгі кездесуге бара жатуы да оның өміріндегі ең алғашқы үлкен шегінісі еді. Әйел бойындағы тәкаппарлық пен жарасымды менмендіктің ер адамның жабайы да асау еркінің алдында толық мойынсынуы. Жылай отырып, қорқа отырып, тазалық пен адалдық дегенге үміт артып, көңілді сонымен жұбата отырып, тәуекелге баруы еді. Бұл кездесу немен бітсе де, қалай бітсе де, жас қыздың өмірі мен тағдырын із тастамай өтпейтінін, тіпті бірақ қана жүздесіп айрылғанның өзінде ғұмырлық есте қаларын екеуі де жақсы сезінді. Бірақ олар жалғыз-ақ рет кездескен жоқ, олар сан рет кездесті. Жасын Бағила есік алдына жетіп, өз-өзінен ыңғайсызданып аялдай бергенде бір бұрыштан бақылап тұрғандай, бәлкім солай да етуі. Араға бір-ақ минут қана салып келді. 18 жас. 18 жаста адам баласы бір-бірімен қарым-қатынастың әлденеше түрін талай көріп, сүйініп те, жерініп те, түңіліп те, тіпті бұзылып та үлгере алады. Бағила болса балғын көктемді бейғам артқа тастап, жаздың бір қоңыржай түнінде ашылған гүл сияқты сүйіспеншілік, сезім деген әлемнің алғаш шыққан күніне, аспаны мен бұлтына, мынау ғаламат әсем дүниенің тазалығына таңырқайда үрке қарайтын шақта еді. Осы шаққа дейін ол ер балалармен талай қыдырған,
талай рет суға бірге түсіп, талай рет өзен жағасындағы құмдауытта күнгедей қыздырынып жатқан, кейбіреуімен балалық әуестікпен сүйіскен де, бірақ ол сүйіс тереңнен қозғалмаған, қанда қайнамаған, жүректе піспеген, өзіне өзі есеп бермейтін балаң сүйіс еді. Оның жасынмен бұл кездесуі махаббат жолындағы алғашқы ресми кездесуі болғандықтан ба, кеудесіндегі жұдырықтай жүрегі қамысты көлдің желді күнгі қорғасындай кешеден бері бір сәтке де тыным таппады. Жасын келіп амандасқанда «Сәлеметсіз ба?» деген жауап сөздің жартысын айтып, жартысына демі жетпеді. Бағила амандасқан сәтте ғана жігітке бір көз тастады да кірпігін төмен түсірді. Кешегі тәкаппарлықтан түк қалмапты. Қолға үйренсе де адамнан жасқануы қалмаған еліктің лағындай болар-болмас дірілдеп үнсіз тұр. «Ұнатып қапты», деді іштей Жасын. «Бұл махаббат қой». Жасын Бағиланың бойынан тек әйелге тән сирек кездесер әдемілікті ғана емес, бұлақ бастауындай тазалықты, маңдалада туған айдай әсемдікті, жаңбырдан соңғы қарақаттай мөлдірлікті, таң алдында ашылған гүлдей пәктікті көрді. Бұдан бір-екі ай бұрын кездескенде осы қасиеттерді қалайша тап басып аңғармағанына қазір таңданды. Ол махаббат, сезім деген сияқты сөздерден бойын аулақ салатынды. Бұлардың бәрі тым көп айтылып, қадірін жоғалтып алғандықтан ба, әлде өз өмірінде осы сөздердің тегіне лайық не әйел, не еркек кездестірмегендіктен бе, әлде жаратылысынан жаны қаталдыққа бейімдігінен бе, әйтеуір бұл сөздер оның құлағына түрпідей тиетін. Және осы сөздерді жиі айтатын адамдарды мейлінше ұнатпаушы еді. Лирик ақындардың өлеңдерін оқымайтын. Тіпті Толстойдың махаббат, сезім жайлы ой толғаған тұстарына тыжырына белгі соғушы еді. Ал Достоевскийдің «Ақ түндер» атты сентиментальды рационының соңына бейшара Федор «Осындай мармелад адамдар болады деп ойлаған шамасы» деп жазып қойғанды. Ол әр нәрсеге нақтылы қарайтын, романтика мен лирика өмірдің иллюзиясы. Ол адамды шатастырады, өмір құбылысына дәл баға беруге кесірін тигізеді деген тұжырымды берік ұстайтынды. Осы кезге шейін жазған өз шығармаларында ол осы ойларын дәлелдеп келді. Кейіпкерлерімен алған оқиғасы адамдарды өмірден безіндіреді. Бәрі нәзіктік пен сезім атаулыдан жұрдай деп біреулер оны сынап жатса, енді біреулері басқа жағынан кеп, өмірге тура қарайтын кезіміз жетті. Жас бала секілді адамзат қашанғы тәтті тағаммен өмір сүреді. Оның да тәттіден тұщыға, сонан соң ащыға көшетін кезі болмай ма? Жасын шығармалары бүгінгі прозадағы реалистік көзқарастың жаңа лебі. Оны түсінбедік деп, ұрысқаннан гөрі түсінейікші деп, тағы оқып көрген жөн, деп мақтап та жатты. Әйел мен еркектің ешбірінің алдында ешқашан абдырап та көрмеген Жасын қас қағым сәтке айтар сөзін жинай алмай мүдіріп қалды. «Жүріңіз», деді ол қарсы алдында көлденең тұрған машинаға қарай оңтайланып. Бағила қарсыласқан жоқ. Қайда деп таңдана сұрамады да. Ол Жасынның сиқырлы сөзіне арбалғандай орнынан қозғала берді. Жасын есік ашып Бағиланы алға отырғызды да өзі соңғы жаққа жайғасты. Бұлай ету оның ойында да болған жоқ болатын. Еріктен тыс бір күш оған осылай ету керек деп бұйырғандай өзінің қыздан қалайша оқшау қалғанына түсінбеді. Ғажап, деді ол есікті жауып жатып өзінше. Қалайша? Жоқ, мүмкін емес. Менің олай етуге хақым жоқ. Машина орнынан қозғала берді. Жолда келе жатып та ол өз бойынан өзі байқаған санадан тыс бір күштің әлі тарқамағанын сезді. Ол күш Жасынның Бағила алдында абдырауы, ойламаған жерден қашанда тас түйін сөзінің аздап шашырауы, ең соңында және ең қауіпті қызға деген ерекше ілтипаты мен кеудесіндегі нәзік бір қылдың талай жылдан бері бәлкім алғаш рет тербеліп өту еді. Жасын ең әуелі содан қорықты. Осы 31 жылдың ішінде ол әрине көп әйелдермен кездесті. Олардың арасында ақылдысы да, салмақтысы да, жеңілтегі де, ажарлысы да, көріктісі де, мүсіндісі мен мүсінсізі бәрі болды. Егер олардың кейбіреуімен еркек пен әйелше қарым-қатынас жасау сезімі туа қалса да, бұл ешқашан жүрегінің лүпілдегенін сезінген емес. Оның тәніндегі сезім мен құмарлық бірақ формада. Жақсы көрген әйелін өзіне мойынсындыру, оны түгелдей билеп алу формасында ғана оянатын. Көз алдында не көрініп тұр, оған сол ғана көрінетін.
және еркек пен әйелдің бір-біріне деген ықыласы мен ынтызарының, керек десең махаббаты мен сезімдерінің сыртқа шығар түрі де біреу-ақ, ол сүйіс екеніне наразы болатын. Бір-бірін өлердей жақсы көретін адамдар үшін бұл мүлде аз, арзан тәсіл деп есептеуші еді. Бұлай ету барлық адамдардың қолынан келеді, тіпті адамнан басқа тіршілік иелерінің бәрінің де жалғыз-ақ тапқаны осы тәсіл. Бірін-бірі өзгелерден гөрі ерекше жақсы көретін екі адам үшін де ерекше, өзгеше форма керек қой. Неге бәрі бірдей жаралған? Неге түптеп келгенде ерекше сезімдер де тұрпайы, анайы инстинктке бағыну керек? Бұл әділетсіз, мүлде әділетсіз деуші еді ол. Бұл идея оның соңғы шығармасында да айтылды. Бір қызға жастайынан көңілі кеткен студент сүйіктісі қайда барса да соңынан қалмай, ақыры 5-ші курсқа өткенде оған қолы жетеді. Ертесіне ол күнделігіне мен Құдайға риза емеспін деп жазады. Бір-біріне адамды осылай ынтық етіп жаратып келіп, сол ынтықтығын сүйіс арқылы ғана танытатын етіп, бізді қандай кедей етіп жаратқан. Бұл адамды зәбірлеу, қорлау ғой. Мен адам бойындағы соқыр инстинктке қарсымын. Оны сылып тастап сананы ғана қалдыру керек, деп жазады. Баспа жүзінде бұл да көп талас тудырған. Инстинктті алып тастаса адам болудан қалады, хайуан боп кетеді, деп орындарынан атып-атып тұрғандар кездесті. Шығармаларындағы осы сияқты өзіндік концепциялар мен өз өмірі бір-біріне үндес жатқандықтан шығар, жасында әйелдер жағы суықсың, саған бәрібір деп өкпелейтін, кінәлайтын. Өйткені олардың бәрі де жасынды жақсы көруші еді. Жақсы көріп қана қоймай, одан жасқанатында. Өткірде ойлы көз, темірдей логика, нақтылы көзқарас, батыл философия, ешкімге иілмес мінез, ұшан теңіз білім, оны қай жерде отырмасын, тарихшылар мен экономистер ме, лингвистер мен археологтар ма, суретшілер мен актерлар ма, бәрінен де оны биік етіп көрсетіп тұратынды. Ежелден таудай қалыптасып тастай бекіген көзқарастарды ол бірнеше сөзбен іргесін шайқалта салар еді. Онымен қарым-қатынасы тек достықпен ғана шектеліп қалуын қаламайтын әйелдер одан әлгі парасат биіктігіндей биік махаббат талап ететінді. Мұндай талап жасының ызатын келтіретін. Сезімді логикаға бағындыру деген есуастық қой дейтін ол. Адам бойында өз еркімен туып, өз еркімен өлетін жалғыз-ақ азат қасиет, ұнату мен жек көру. Енді соны ноқталамаңдаршы. Олар театрға келіп бір шетелдік драматургтың трагедиясын көрді. Бүгін премьера болатын. Трагедияның қазақ өмірінен тым алыстығы, проблемаларының ескілігі Бағиланы қызықтырмады. Алматыға келгелі бері бұл театрға 3-ші рет қана барып отырғандықтан актерлер ойынына ғана назар салды. Мұндай пікірді де жол жөнекей жасын айтқан. Олар машинаға отырды. Бағила алдыңғы жақта, жасын артқы орында. Қайда деп Бағила тағы сұрамады. Сұрағысы келсе де сұрай алмады және ол жасынға құлай сенді. Ойлы адамның арзанға бармайтынына сенді. Алдыңғы күні түскен қалың қардан көше көктайғақ. Машина кейде бұраңдап, кейде көшенің қиылысында тоқтаған жерінен әрең жылжып, цирк атындай мың құбылып келеді. Машина түзу көшеге түсіп, аяқ қолын бауырынап жүрісін жөндеген соң жасын кенет, сіздей қызды бірінші рет кездестіріп отырмын, деді таң қалып келе жатқан жасыра алмай. Қыз бері бұрылды. Неге? Адам қайда бара жатырмыз деп сұрамай ма екен? Онсыз да білемін, несіне сұраймын? Жасын үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін барып таңданысы байыған үнмен. Оны қайдан білесіз? Деді. Сіздің телефоныңыз 39 деген цифрдан басталады ғой, иә? Біз қаланың телефоны сол цифрдан басталатын жағына жақындап қалған сияқтымыз. Мынадай абстракцияңызбен бар ғой, деді жасын қызға кеудесін сәл төндіре түсіп. Сіз ішкі істер министрлігінде тергеуші болып қызмет атқара аласыз. Бұл маған онша ұнап келе жатқан жоқ. Бұндай байқағыштық сіздің бойыңызға жараспайды. Маған тарихшы болу да, байқағыш болу да, тіпті есімім де жараспайды. Енді не істеуім керек? Қыз оған жартылай бұрылып сұраулы түрде күлімсіреді. Атыңызды кез келген тіпті еркектің атына болса да өзгертіп алып, киоскіде жергілікті газеттер сатып тұрғаныңыз жарасады. Одан үлкен қызмет таппадыңыз ба? Сізге одан артық қызмет жоқ. Бола қалса, әдеміліктің үлгісі ретінде ЮНЕСКО-ның қамқорлығына алынып, бір суық музейде тұрасыз. Ал қартайған соң не істеймін? Онда сұлулықтың қалай қартаятынның үлгісі болып тұрасыз. Киіммен тұрасыз ба? Киімсіз тұрасыз ба? Ол жағын халықаралық комиссия шешеді.
Бағила күлімсіреп келе жатқан қалпын кілт суытты да екі беті ду етіп жасыннан бетін бұрып әкетті. «Рахмет», деді ол лып етіп оянған ұяты мен өкпесін танытып. Бағиланың өзіне өкпелеп, біраздан бері ұмыт боп бара жатқан тәкаппарлығын бойына жинап ап, алға қарап қимылсыз отырғаны жасынның күлкісін келтірді. Және ол бұрынғыдан да сүйкімді бола түскен сияқты. Олар жасынның үйіне жетті де машинаны қайтарып жіберді. Бағила бұған дейін мән бермеп еді, есік алдына келіп, енді басқышпен жоғары көтерілуге тура келгенде аяғының дірілдегенін сезді. «Бейтаныс адам ғой», деді іштей. «Я, мүлде бейтаныс деуге де болады. Мен оның жетегіне үнсіз еріп келемін. Бұл өзімді өзімнің қорлауым емес пе? Үйінде кімдер бар? Әйелі болса ше, мен кіммін деп барам? Бұл мені кім деп таныстырады? Мүлде бөтен үйге түн ішінде. Мен қайтсам қайтеді?» деді ол екінші қабатқа жеткенде аялдап. «Шыным, кешіріңіз». Жасын оның төмен құлаған кірпіктеріне қарап тұрды да, «Мен кешіремін, бәрін де кешіре аламын», деді. «Бірақ сіз қазір қайтып кетсеңіз, маған деген әуелгі өз сеніміңізді қорлайсыз. Сонан соң менің таза ниетіме сенімсіздік көрсетіп дақ саласыз». «Мүмкін», деді қыз сыбырлағандай, еріндерін ғана күбірлетіп. «Сізден сөз артылмайды. Қай қабатта тұрасыз?» «4-ші, жүріңіз». Жасынның үйінде әкесінен басқа ешкім жоқ екен. Әйелі жұмысынан 4-5 күнге сұранып балаларымен қысқы каникулдың кезінде ауылға кетіпті. Түпкі бөлмеде жасы 70-тен асқан дімкастау әкесі жатыр. Өз кілтімен есікті ашқан бойда Жасын «Осында шешіне бер» дегендей саусағымен киім-ілгіштерді нұсқады да әкесі жатқан бөлмеге қарай кетті. Сәлден соң оның даусы естілді. «Я, жігіт, қалғалай», деді әкесінің жайын сұрап. «Рахмет ақсақал, жаман емес», деген әкесінің жауап естілді. «Софи Лореннен хат жоқ па әлі?» «Жоқ қой, қызталақ». Бағила киім-ілгішке тонын іліп, етігін шешті де қалай қарап жүрерін білмей тұрып қалды. Жасын мен әкесінің даусы әлі естіліп тұр. «Барып келмейсің бе? Командировочный төлесең барып келейін». Жасын саңқ етіп бір күлді де Бағила жаққа қарап қолын оң жақтағы бөлмеге қарай сілтеді. Бағила солай қарай жүрді де бөлмеге кірді. «Вот хитрец», деген Жасынның күлкі аралас даусы Бағилаға бұрынғыдан көмескілеу естілді. «Сонда мен сенің махаббатыңа командировочный төлеуім керек пе?» Төле», деді әкесі бір жөтеліп алып. «Сопи болмақ түгіл, баян болса да ақшама баратын жайым жоқ. Ал жарайды, жат онда, мүмкін Софи Лореннің өзі кеп қалар. Шай ішесің бе?» «Жоқ, кейінірек. Кофе ше?» «Оны қайтпекпін, түнімен үкі болып шықсын дейсің бе?» Жасын тағы саңқылдай күлді де «Жарайды, керек болсам шақырарсың», деп бері қарай жүрді. Бағила әке мен баланың арасындағы қалыптаныс әңгімеге жымия күліп отырып, Жасынның коридорда сырт киімі мен бәтеңкесін шешіп жатқанын естіді. Ол жан-жағына назар сап қарағанда 3 қабырға толы кітаптарды көріп бас айналып кетті. Бір сәтке өзін тым кішкентай, елеусіз жандай сезінді. «Мынау өзгелерді қорлау ғой, осынша көп кітап оқуға бола ма екен?» деді ол іштей өз-өзіне намыстанып. Ойын жинап алғанша ішке Жасында кіріп келді. Келген бетте төбедегі шақырайған жарықты өшірді де жазу столының жанында тұрған сарғыш торшерді жақты. «Кешіріңіз», деді ол Бағилаға күлімсірей қарап. «Әкейдің жайын біліп жатқаным ғой, түстен бері үйде болған жоқ едім». «Солай ма? Мен жездеңіз екен деп қалсам?» Бағила әзілдеген болса да ыңғайсыздау шығып қалмады ма деп қызара езу тартты. «Екеуміз ежелден әзілдесеміз. Әлгі жатқан жігіттің тұңғышымын. Тұңғыш бала ата тірі тұрғанда әкеге бұйырмайды ғой. Мен атамның қолында өстім. Сонда ер жеттім. Бірақ әлгі жігітіміздің менен кейінгі 2 қызы тұрмысқа шығып кетті де Софи Лорен басқа бала көтермеді. Атай өлген соң әлгі қу жігіт мені алдап сулап, қайта-қайта келгіштеп жүріп өзіне икемдеп алды. Жездемен қайындай әзілдестігіміз содан. Ал Софи Лорен деген кім? Кім болушы еді? Әйгілі киноактриса. Әлгі жігіттің кемпірі. Ол рахаттана күлді. Менің әйел балаларыммен бірге елге кеткен. Жалғыз жүре алмайды, бірге барып кеп алайын. Енді қашан құлды еді деп олардан қалмай қойды. Ол кісіні неге бұлай атайсыздар? Баяғыда Софи Лорен Москваға келген, Күнбағыс деген фильмде ойнаған. Сонда Москваға менімен бірге әкем де барған еді. Қонақ үйде бірнеше жазушылар боп актрисамен танысқанбыз.
әкем де көрген. Бәріміз күнге табынған күнбағыстай жапырылып, Софи Лореннің даусын естіп қалуға ынтық боп, жан-жағынан кеу-кеулеп жатырмыз. Номерге келген соң әкемнен қалай, ұнады ма десем, есектің миын жепсіңдер деп қолын бірақ сілтеді. Үйдегі кемпірімнен асып бара жатқан түгі жоқ. Дәл сөйтіп киіндіріп қойсам Сапаргүлде Софи боп шыға келеді деп кіжініп отыр. Қалың малын төлеп әперейін аласың ба десем, алмаймын дейді. Содан бері арамызда осындай әзіленген. Бағила сыңғырлай бір күліп алды. Қызық екен, біздің семьяда мұндай қарым-қатынастың нышаны да жоқ. Бәрі өз орнында, әке, ана, бала. Қазіргі тұрған ағайымның үйінде де солай, қайта әркімнің орны ерекше бадырайып тұрады. Мұндай қарым-қатынастың барлық семьяда болуы шарт емес, деді жасын сигарет тұтатып. Кешкі тамаққа қалайсыз? Қажеті жоқ. Мен де солай деп ойлаймын. Уақытты босқа қаза қыламыз. Мен тамақ ішуге кететін уақытта қатты қиналам. Онда да кофе қоя салайын. Жасын орнынан тұрып ас үйге кетті. Артынша кранның сарылдағаны, кофе қайнатқыш қақпағының сартылдағаны, сонан соң жағылған сіріңкенің бұж еткен дыбысы естілді. Жасынның одан кейін де тоңазытқыш пен шкафтарды ашып, әлденелерді дайындап жатқаны байқалды. Ол аздап күлімсіреген қалыппен қайта келді. Білесіз бе? Деді ол табалдырықтан өте бере сөз бастап. Сөзінің келесі бөлігін Бағиланың қарсы алдындағы креслоға кеп жайғасқан соң жалғастырды. Адамның тамақ ішу мен ұйқыға кететін өмірі оның жарты ғұмырын алады. Кейде маған жер бетіндегі адамдар тамақ ішіп ұйқысын қандырып алып, өліп кете салу үшін жаралған сияқты болып көрінеді. 3 мезгіл тамақ ішу деген қомағайлықты былай қойғанда есуастық қой. Кейбіреулер 5 тамақты да ішеді. Менімше, Құдай барып тұрған эгоист тек қара басын ғана ойлайды. Інжіл мен Құранды оқысаң, Құдай мен Алла адамды мейірі түсіп жаратқан, мен келіспеймін. Егер Құдай адамды шын жаратқан болса, онда да өзі үшін. Жападан жалғыз сұрланып отыра беруден жалыққан соң адамды ойлап тауып, бүкіл галактикадан тәуір планета таппағандай, қияндағы бір алақандай жерге таратқанда жіберген. Адамдар барға да жоққа да сеніп жапа-тармағай тіршілікке кірісіп кеткен. Санаулы демі санаулы күні бола тұрса да, бірінің өлігін бірі жерлеп кеп отырса да, ғұмыры Құдайдай мәңгі көрініп, түкке тұрғысыз ұсақ тірлігіне қайта кіріседі. Құдайға бұл тиімді. Біздің өмірімізге қарап отырып, ішек-сілесі қатып, ернінен күлкі жиылмайды. Біз болмасақ үшқыса боп жарылып кетуі мүмкін ғой, дегенмен өзім дегенде Құдайдың фантазиясы мықты жұмыс істеген. Молодец. Жасын әлдегімді келеке қылғандай кермек күлімсіреді. Бағила оның кімді келеке еткенін, Құдайды ма, адамды ма, ол жағын толық ажырата алмады. Кенет оның жүрегі лүпілдеп кетті. Ол қарсы алдында сигаретін будақтатып, адам түгілі Құдайды сынап, келеке етіп отырған жігіттен шошынайын деді. Ол кәпірлердің Інжілін де, мұсылмандардың Құранын да оқыған жоқ еді. Бірақ грек мифологиясынан, ақын драматургтерінің шығармаларынан, Құдайдың адамша сөйлегендерін, тіпті дауласқандарын да оқыған. Бірақ ол Құдайлар мен қазіргі кездегі Құдайдың арасы аспан мен жердей. Өйткені қазір адам ұғымындағы жаратушы күш боп танылатын ғана құдірет иесі қалды. Жасынның сол құдірет иесін жаңа ғана әкесімен сөйлескендей сынға алып, әзіл айтып отырғаны жас қызды қайран қалдырады. Ол жасынмен 2-ші рет ғана кездесіп отыр. Осы екі кездесудің аралығында оны әлденеше рет жек көріп те, ол жек көруін тез ұмытып, бірнеше рет қайта ынтығып та үлгерді. 2-ші қайтып тілдеспеспін деген реніші жасынның келесісі бір сөзінен, тіпті сөзсіз байқалған жалғыз-ақ көзқарасы мен қимылынан жазды күнгі бір шақтай лезде еріп, ергенмен тұрмай өткен жолғы өкпесінің тым ұсақ, аясы тар ұғымынан туындайтынын ұғындырып кететін сияқты. Егер тағдыр Бағиланы мына адаммен бұдан былай да қарым-қатынасын жалғастыруға жазса, ол басталды. Онда өзінің талай суынып, талай ысынатында ол күн ілгері санамен сезіне бастаған сияқты. Жарайды, біз мұнда әңгімені қояйық, деді. Жасын сигаретін күл салғышқа мыжылай өшіріп. Сіздің бұл жерде қанша уақыт отыруға мүмкіндігіңіз бар? Бағила төте қойылған сұрақтан сәл мүдіріп қалды. 0 минут, деді ол көз алдына түйдектелген темекі түтінін қолмен желпіп. Өйткені мен бағана үйде болуым керек. Керісінше үйге 2 сағат қарыздармын. Рахмет. Жасын орнынан тұрып терезе форточкасын ашты. Жоқ, ашық айтқаныңыз үшін емес, тауып айтқаныңыз үшін. Сіз әдем сөйлеген жақсы көресіз бе?
Жаным жек көреді. Сіз әдем сөйлеген жоқсыз, күтпеген интерпретация бар. Білесіз бе, дүниедегі ең ірі оқиғалар соғыс пен бейбітшілікке дейін сөздің айтылу түріне байланысты. Кешіріңіз, кофе қайнады ғой деймін. Жасын жеңіл көтеріліп ас үйге қарай жүгірді. Сәлден соң кофе қайнатқышты барлық керек жарағымен подносқа салып ап келіп, екеуінің ортасында тұрған аласа столға қойды. Сонан соң қайта шығып кетті де жартылай ішілген француз коньягын әкеп қойды. Түсінем, деді ол екі шыны аяққа кофе құйып жатып. Сіз мүлде басқа ортада тәрбиеленгенсіз. Менің барлық сөзім мен ой-пікірім, қимыл-әрекетім, тіпті сізді әйел балам бола тұрып өз шаңырағыма әкеп ертіп әкелуім алдымен өзіңізге, сонан соң естіген хат жат құлаққа ерсі, түсініксіз болып көрінуі мүмкін. Қайтеміз? Әркім өз түсінігіне, өз өрісіне қарай бағалар. Адамға еш нәрсе бастан аяқ ұнаған емес, тіпті әлгі айтқан Құдайды да көп ретте ұната бермейміз ғой. Сынаймыз, қарғаймыз, тіпті безінеміз. Ал Құдай емес, өзегінде өлімі бар, жай ет пен сүйектен тұратын адам жайлы не демейміз? Ең бастысы ол өз ісің мен пікіріңнің дұрыстығын дұрыс түсіне білуде. Қалғандары екінші пландағы нәрсе. Өмір сүрудің техникалық жағы. Оған ақыл-ойдан гөрі аз ғана қулық пен аз ғана арамдық жетіп жатыр. Егер менің бүгінгі тірлігім сізге орынсыз да өрескел боп көрінсе, солай ойладыңыз деп сізді кінәламаймын. Иә, тым өрескел көрінгені рас, деді Бағила, кофеден бір тұтап. Ренжімеңіз, сіз әйеліңізді жақсы көресіз бе? Жасын мырс етіп езу тартты да кофесіне бір шай қасықтай коньяк құйды. Сізге де құяйын ба? Жоқ, мен бұлай ішіп көрген емеспін. Ендеше көріңіз. Ол Бағиланың да шынысына бір-екі тамызды. Сонан соң кофеден бір тұтап креслоға шалқалай отырды да Бағилаға тесіле қарады. Өзіне тура қадалған оқты да салқын жанарға төтеп бере алмай, көзін қарып алармын деп шошынған адамша, қыз бірден кірпігін төмен құлата қойды. Әйеліңізді ұнатасыз ба? Балаларыңыз сізді жақсы көре ме? Мамасын ба? Осы әйеліңізді сүйіп алдыңыз ба? Әлде жай қосыла салдыңыз ба? Өміріңізде біреуге ғашық боп көрдіңіз бе? Сүйген қызыңыз бар ма? Тағылар, жүрек айнытар сұрақтар. Нашар жазушының нашар повесіндегі нашар кейіпкерлерінің бір-біріне қояр сұрағы. Бұл сұрақтар адам түсінігі мен білімінің әлі төменде жатқанын көрсетеді. Бағиланың екі бетіне қан теуіп, ернін тістелеп, сүйріктей саусағымен алдындағы шыны аяқты айналдыра берді. Бір сәтке өзін қорсынып, кісі көңіліне қарамайтын әйел зат екен деп аямайтын мына жігіттің алдында намысы жер болғандай сезінді. Мен мұнда неге келдім, шынында неге келдім? Деді ол ыңғайсызданғаннан екі қолын қоярға жер таппай, бірде шыны аяқты, бірде тізесін ұстап. Адамды азап айдайды деген рас болар. Тіпті жүріңіз деп өтінбесе де, қайда келе жатқанымды білемін, несіне сұраймын деп данышпансый қалуыма жол болсын. Енді келіп жан баласынан естімеген сөз естідім, бәлкім солай-ақ шығар, менің тәрбием басқа, білгенім аз шығар, деді ол іштей жыларман халде ойын жалғастырып. Енді сол үшін кісінің намысын жыртып, арына тию керек пе? Жұрттың бәрі жасын болу керек пе? Олай талап қоюдың өзі білместік қой, тіпті есуастық. Иә, есуастық, неге айтпаймын? Осы ойымды оған естіртіп, неге айтпаймын? Бәлкім ол менің әлі балалығымды пайдаланып осылай өктем сөйлеп отырған шығар. Кету керек бұл жерден. Мен сіздің келесі сұрағыңызға жауап берейін, деді кенет Жасын Бағиланы таңғалдырып. Бұл сұрақ айтылмаса да ойыңызда тұрған анық, оған талас жоқ. Сізді мұнда шақырған себебім ешқандай себеп жоқ. Қандай бағытта, қандай әуенде болса да ойым осылай отырып әңгімелесу болды. Мен сізді арзан ортаға қимаймын. Неге екенін өзім де білмеймін, білсем білетін шығармын. Бар білетінім тұғырға қонар, сұңқар боп жаратылып, қарға мен жапалақтарға ілесіп, бұтаққа қонып қалама деп қимадым. Адамның тұлға боп қалыптасу үшін оның жаратылыс берген қабілеті аз. Ол қасиет араласар ортаңа байланысты. Кіммен дос болсаң, кіммен сырлас болсаң, сол деңгейден сенде аса алмайсың. Мен ғақыл айтып кеттім ғой деймін. Жетер, есіңізде болсын. Егер сіздің пайымыңыз болмаса, мен сізді әңгімеге тартпаста едім. Коньяк қосқан кофе қалай екен? Қайдам? Деді Бағила қайтадан езу тартып. Шынында әлгі бір ыңғайсыз сәтте отырып, ол коньяктың кофенің дәміне де назар аудармағанды. Жасын арнайы сұраған соң суып қалған кофеден тағырттады да бір-екі тамсанып барып, жаман емес, деді. Оны қайдан білдіңіз? Дәмінен дағы? Бұрын ішіп көріп пе едіңіз? Жоқ.
Енді неге өтірік айтасыз? Жаман емес деу үшін бұрын ішіп көруіңіз керек. Сізден әкеңіз неше жас үлкен? Деді Бағила кенет. Жасын тосын сұрақтан кеудесін көтеріп алды. Қаншан үлкен болу керек сонда? Сіз үлкен адам мен баланың арасын шатастырып алған болуыңыз керек. Ол кісімен баладай жылы сөйлесесіз де, менімен қарт адамдай сөйлесесіз. Жасын оған қарап қалды. Салқын жанарына жылылық үйіріліп айтарын айтып сап, барым осы, енді қайтесіз дегендей бір бойында бойжеткендігі мен балалығы қатар үндескен бейкүнә бейтарап намысты қызға көңілі сүйсініп төңірегінен естілер ойлы сөзге қашанда түрік жүретін құлағының құрышы қанғандай болды. Ойлар, тағы да ойлар, бір-бірімен шырмауықтай шатасып, бірінен соң бірі туындап, адамның өз миына өз тыным бермейтін шетсіз ойлар. Естісі де бар, есері де бар, сырбазы да бар, сұғанағы да бар. Бір бастағы бір ой бір ойға қарсы, бір ой бір ойға дұшпан. Бірі алтын, бірі ұры. Осы қас қағым ғана сәтте жасынғанда ойдың талай кеп талай кетті. Қол созым жерде ғана отырған қыздың өзінен тым-тым алыста екенін бір сезіндіріп, бір елестетіп өткенше жасынның басқаға айтып түсіндіре алмас кезбе ойлары шартарапты шарлап барып қайтып еді. Адам миы мен жан дүниесінің күрделілігі сондай, бір адамды еш уақытта екінші адам әлгі адамның дәл өзіндей түсіне алмайды. Түсінуі мүмкін емес. Жасынның бір ғалым кейіпкері, философ, студенттерге лекция оқып тұрып, адам миы құдай фантазиясының тамаша жетістігі деген еді. Ол 1-2 минутқа созылған осы үнсіздіктің ішінде бұрын жазған өз тұжырымының дәлдігіне тағы көзі жетті. Осы үнсіздіктің ішінде ақ ол мына өмірдің жазғы нөсердей өткінші екенін, уақыт деген құдірет жанды мен жансызға сездірмей ғұмырын талай берерін, анадан шыр етіп туғаннан бастап адам баласының қартаюға бет алатынын тағы шолып өтті. Уақыт ұрының қолында неткен өз қасиеттерінің бірі әйелді сүю, әйелді ұнату екенін ол алғаш рет сезінді. Жоқ, ол әлі де әйел затын ұната алады. Тіпті дәл алдында отырған қыз болмаса да, дәл осындай басқа қыздың жүрегін өзіне қарата алады. Тіпті 5 жыл, 10 жыл өткен соңда ол қартайып қалмақ емес. Керек десең әйел баласын бұдан былай ұнатпай-ақ, құлай берілмей-ақ ғұмыр кеше алады. Жасынның жанын құлазытып кеткен нәрсе нақтылы біреуді ұнату, ұнатпау қақысы емес, адам бойындағы мүмкіндік болатын. Осы 31 жыл өмірінің ішінде ол адамға тән басты қасиеттерінің бірінен алаңсыз сүю еркіндігінен айырылыпты. Ендігі сүю, ендігі ұнату бала бүркіттің әрекетінде емес, кәрі бүркіттің әрекетінде жасқана келерін ұғынды. Бұл бұтақтан аққан тамшы болса, Бағила немесе Бағила тектес қыз бұлақ тамшысы. Екеуінің де көлемі мен түрі ұқсас болса да, қасиеттері бөлек. Бұл кермек, ол тұщы. Кермек тамшыға тұщы тамшы қосылғанда, ол да дәмін өзгертеді. Ол осы ойға кеп тірелгенде жасынның ойын орны толмас бір сезім торлап алды да, екінші бір ой әлі де жоғалтарың көп, опына берме деп жылт етіп болашақ кәріліктен хабар беріп, оның көңілін тәубеге түсіріп өткендей болды. Ол орнынан тұрып терезеге келді де пердені сырды. Қараңызшы, далада қар жауып тұр, деді әлі опынысы мен өкініші арылмаған үнмен. Бағила оның қасына келді. Дәл баяғы күз кезінде екеуі қатар келе жатқандағыдай, бұл жолы да жасынның денесіне денесі тиіп кетпеуін қатты қадағалап қатарласып тұрды. Жапалақтап жауып тұр. Сіздің сөзіңіз секілді ірі екен. Жасын далаға қарап тұрған бойы Бағилаға сездірмей жымиды да, енді сөйлемей-ақ қойыңызшы. Сіз онсыз да бүгін көп мазамдалып біттіңіз, деді. Мен кетемін, деді ызасы тағы бүркеткен қыз тығыла сөйлеп. Жасын екі қолын қалтасына сап тұрған бойы оның сөзін естімеген адамдай тағы сөз бастады. Дүние тып-тыныш, жайбарақат қар жауып тұр, деді өзімен өзі тілдескендей. Әркім өз шаруасымен. Ешкім мен ешкімнің ісі жоқ. Сырттай қарасаң жұрттың бәрі бір-бірімен дос сияқты. Айталық, ана бір 8 қабат үйді көрдіңіз бе? Төбесіне қызыл лампалар мен служба быта деген жазуы бар. Сол үйде қанша адам, қанша тағдыр бар десеңізші, бәрінің де жақсы көретін, жек көретін, тіпті біреудің өлгенін тілейтін адамдар тұрып жатыр. Әне, біреу ас үйде, біреу залда, біреу ұйықтайтын бөлмеде қыбырлап жүр.
Ана қызықты қараңыз, плавка мен лифчигі ғана бар бір жас әйел терезе пердесін ашып жатыр. Қайта жабу керек қой. Бағила оны да көріп төмен қарап еріксіз жымиды. Ертең ғой. Таң ата салысымен бәрі жұмысқа тыпырлайды. Содан қас қарая бірақ оралады. Тамақ жасап ішеді де жатуға ыңғайланады. Демалу керек. Өйткені ертең жұмысқа бару керек. Бәрінде де үлкенді-кішілі мақсат бар. Соған жетемін деп күреседі, ұмтылады, жеңеді, жеңіледі. Момақан пішінде жапалақтап қар жауып тұр. Бұл да табиғаттың өз тіршілігі, өз әрекеті. Қарап тұрсаң тыныштық, бейбітшілік дегеннің қадірін еріксіз сезінесің. Бейбітшіліктің қасиетін соғыста емес, бейбіт күнде ұғынған жақсы ғой деймін. Сіз қалай дейсіз? Ол Бағилаға мойын бұрды. Менен сөйлемеймін. Сіз әлгі сөзге тығылып тағы бұртиып қалған екенсіз ғой. Онда жөнін аңғармаған екенсіз. Жарайды, аңғармай қалғаныңыз да дұрыс болған шығар. Сіз қайтқалы тұрсыз ба? Иә, жүріңіз. Үйдегі ағаңыз бен жеңгеңіз ұрсып жатқан шығар. Жасын Бағиланың тонын кигізді. Күні бойы аңғармапты. Екеуі пәлендей шешіліп сөйлеспесе де, мына қыздың мына үйде жай отырғанның өзі жанға тоқ, көңілге дәру екен. Енді ол киініп кетуге жинала бастағанда, сол орынның тағы да опырайып бос қалары сезілді. Жасын Бағиланы таксимен үйіне дейін шығарып салды. Қоштасарда оған қолын созды. Қыздың мақтадай жұмсақ, шыбықтай иілген саусақтарын алақанында бір сәт ұстап тұрды да, қолының сыртынан жай ғана сүйді. Қыз қолын ақырын тартып алып, ұялғанынан не дерге білмей, қолғабын киіп жатқанда әйтеуір бір нәрсе деу керек болған соң, Жасын, бәрібір атыңыз маған ұнайтын емес, деді. Қазір сізді сол ғана мазалап тұр ма? Иә, басқа ешқандай ой мазалап тұрған жоқ, тек сол ғана, деді Жасын. Ал сау болыңыз, Құдай жазса тағы кездесерміз. Жасын тағы да кермек күлімсіреп машинаға отырды. Сәргел келесі жылдың жазында диссертациясын қорғап шықты. Ол докторлық атаққа ие болып алған соң көңілін бір демдеп үлкен банкет жасады. Банкетке көңілді бір демдеуге тікелей қатысы бар адамдар, сонан соң оқу орнының басшылары, ғалымдар мен кафедра мұғалімдері және жақын туыстар шақырылды. Қаратайға ерекше телеграмма берілді. Телефонмен де тікелей сөйлесті. Жаратылысында кісі көңілін жықпайтын Қаратай баз біреулердей жұмыстың көптігін сылтау етіп жатуды қолайсыз көріп, уақыты жоқ болса да келіп қайтты. Ол келген соң, оның министрліктегі досы да Сәргелдің дастарханынан екінші рет дәм татты. Ол әрине қызмет бабына байланысты көпшілік дастарханнан қашып, үйде болуды жөн көрген. Өзінің ғылым жолындағы бұл табысына кейбіреулердің күдікпен қарап қалатынын да сезген. Сәргел ол кісі банкетке барудан бас тартып, үйдегі оңашалықты қалағанда қатты қуанған. Былтырғы жылы ректормен арадағы өткен жылы әңгімеден кейін ол өзіне берген уәдесінде тұрып, Қаратайға Алматыға бір келгенінде оларды ректор екеуін әйелдермен қосып үйге шақырып аздап бетін ашып алғанды. Бәрі ойдағыдай болды деп көңілі өсіп қалған. Қаратайдың олардың алдындағы беделі мен сол кеште айқын танылған ақылына да қатты риза болғанды. Сөйте тұрса да сол күнгі кештен кеудесіне бозаның қорабасындай есіне түссе жүрегін сыздатып өтетін ашқылтым бір сезім қалды. Өзінен 4-5 жас кіші ректор мен Мәликенің бір емес бірнеше рет көзқарасынан әрі-беріден соң әзілдесіп қалғанын да көзімен көріп құлағымен естіді. Жазғы банкетке оны да шақыруға тура келгенде Сәргел біраз іштей қиналды, бірақ шақырмасқа тағы амал жоқ еді. Қонақтардың тізімін жасаған кезде ол қанына біткен қулықпен ректордың фамилиясын қасақана қосуды ұмытып, көріп шықшы деп Мәликеге бергенді. Сәргел сияқты адамның университет ректорын ұмытып кетуі жаңа шыққан күннің ізінше қайта батып кетуімен тең екенін білген Мәлике де бұл ұмытудың аржағында бір зәлімдік жатқанын сезіп дұрыс деп жайбарақат қайтарып берген. Сәргел қалайша ойыңа түспей қалды дегенді жылт етіп сынай қараған көзінен білдіріп алса да, Мәлике еш нәрсені аңғармады деп ұқса да, оны тағы бір тексере кетудің артықтығы жоқ екенін ойлап, қалайша ректорды ұмытып кетіппіз ғой, деді де жылт етіп көзінің құйрығын Мәликеге жұмсап алды. Ызасы келген Мәлике оның қызғаныш отына әдейі май құйып, не деген сұмдық, деді көзін алартып. Сонан соң оны еске түсірген адамдай жайма-шуақ күлімсіреп тұрды да, екі қолын иегіне апарып, неткен биязы адам, әзілі мен мінезі қандай, оны міндетті түрде шақыру керек, деді. Сәргелдің кедірі бұдыр кеңірдігінен поршын жүгіріп өтті.
Олай болса шақырайық, деді сәргел әр сөзін тамсана айтып. Мәликеге көрсетіп тұрып тізімнің бас жағына ректордың фамилиясын жазды да қаламсабын қадап тұрып нүкте қойды. Сонан соң наразылығы мен күдігін, қызғанышы мен айбарын танытқандай бойын қаздитып екі қолын артына ұстап үйден шығып кетті. Банкетке екеуі бірін-бірі аңдысар, қырын қыбақ адамдар боп жетті. Банкетті де үйдегі дастарханды да өткізген соң Қаратай аудан мәселелері бойынша тиісті жерлердегі жұмысын бітіріп алып, ағасы мен жеңгесін және қызын тауға қыдыртуға алып шықты. Ондағы мақсаты да жай серуендеу емес, көптен көрмеген қызының қасында жүре тұру, шаруа басты шаңғапты жүрегінде үймелеген әкелік сағынышын бала еркелігімен аздап болса да сілкілеп алу еді. Және алыста жүрген қызының бойында қандай өзгерістер барын сын көзбен байқап кету де артық болмас деген ойы барды. Олар тауға шығып жеңіл-желпі тамақ жеп сусын ішті. Сәргелдің докторлығын тағы да атап өтті. Июнь айының тамылжыған кезі болатын. Бір жерде отыра бергеннен жалығып олар машинаны етекте қалдырғанды. Тау аңғарын жаяу аралады. Япырмай, деді. Қаратай сарқырап аққан, ағып жатқан тау өзенінің жағасына кеп, аздап тынығып алу үшін қызыл тастың үстінде отырып, табиғат деген тамаша екен ғой, неткен сұлулық. Папа, ол үшін Алматыға жиі келіп тұру керек, деді Бағила оған еркелей иығына асылып. Солай ма қызым-ау, мен оны қайдан білейін, деді Қаратай селкілдей күліп. Үйде қадірі жоқ астың далаға алып шыққанда бал татитыны секілді әшейінде күле қоймайтын сөзге тау арасында ерігіп жүрген соң ба бәрі де күлді. Сәргел де күлді. Ол Мәликенің сөзімен айтқанда Қаратаймен синхронны күліп отырды. Папа, мен тым болмаса тым бала болып көріндім ғой деймін, деді Бағила өкпелеген кейіппен бұртиған боп. Керек десеңіз мен басқаша да сөйлесе аламын. Ресми түрде ме? Я, мәселен былай. Барлық совет адамының еңбек етуге, демалуға, сейіл құруға хақысы бар. Бірақ ауданның бірінші басшысына бұл қағида жүрмейді. Өйткені бүкіл шаруашылық тізгіні соның қолында. Табиғаттың кереметіне, жапырақ сыбдыры мен бұлақ сылдырына, музыка құдіреті мен поэзияның сиқырлы қасиетіне, айдың арулығы мен дәл төбесіндегі аспанның дәл бүгін соншалықты тазалығына, тағы нәзік құбылыстарға көңіл бөліп жататын оның уақыты жоқ. Бұл мәселелер жайында сізден ешкім сұрамайды, ешкімнің алдында есеп бермейсіз. Сізден шаруашылық сұрайды, өнімді сұрайды. Соған жауап бересіз. Мен білсем, сіздің ойыңызда осы сөздер тұр. Мойындайсыз ғой, папочка, мойындайсыз ғой. Әрине, қызым, сенім артылған соң оны ақтамасқа бола ма? Сур, деді Мәлике сөзге араласып. Сен папаңа тым еркелей берме. Біздің көңілімізге келіп қалады. Бөлек деген боласың. Солай емес пе, сэр? Неге еркелесін? Деді Сәргел бәтеңкесінің ішіне түсіп кеткен ұсақ тастарды сілкілей түсіріп жатып. Қалай, сур, сэр деген не? Қаратай үшеуіне кезек-кезек қарады. Сур деген сурет, сэр деген Сәргел. Мәлике аяғын тастай суға малып отырып мән-жайды оп-оңай түсіндіріп шықты. Қаратай Сәргел мен Бағилаға тағы кезек қарап алды да бар ықыласымен кеңкілдей күлді. Сенің фантазияңда шек жоқ, Мәлике. Ал өзін кім деп айтатынын білесіз бе? Лике деп. Алдыңғы бір буынның алып тастасаңыз Лике болып шыға келеді. Ай, сендер кісіге ат қойғыш бөкенсіңдер ғой. Маған да Айдар тауып жіберерсіңдер. Лике одан тайынбады. Әзірге ұялып жүрген болу керек, деді Бағила. Рас па? Дегендей оған қарап, мүмкін, деді Мәлике. Аяғын судан алып. Тастай екен, сүйегімнен өтіп кетті. Қаратай күлкі арасында Сәргелге қарап еді, оның құлағы қызарып, кеңірдегінен әлдененің ары-бері қимылдай бастағанын көріп, күлкісін баяулатып барды да тоқтата қойды. Інісінің алдында ұялып намыстанып отырғанын сезді. Сәлден соң олар қарағай арасынан жабайы бүлдірген теруге шықты. Осындай бір сәтте Қаратай мен Бағила оңаша қалды. Папа, деді Бағила оның қасына жақындай беріп. Есіңізде ме, былтыр пойызбен осында келе жатқанда бір жігітті купеден қуып шығып едік қой. Қаратай бүлдірген теріп жатқан бойы кеудесін көтерместен қызына қарады да сәл ойланып тұрып басын шайқады. Қалай есіңізден шығып қалған? Арық келген шашы ұзындау жігіт халықаралық вагонда. Сіз екеуміз бір купеге орналасамыз деп. Иә, әйтеуір біреуді қуып шыққандай болғанымыз есімде. Қуып шыққандай болған жоқ, біз қуып шықтық қой. Қаратай бойын тіктеп қызына сұраулы пішінде қарады. Иә, оны неге айтып тұрсың?
Сол жігіт белгілі жазушы екен, Жасын Мәдиев деген. Естуіңіз бар ма еді? Қаратай ойлаған боп біраз мүдіріп қалды. Естігем жоқ-ау деймін, деді ол қызының алдында өзін ыңғайсыздау сезініп. Жоқ, естігем жоқ, деді. Артынша білмейтін мойындап алған соң үзілді-кесілді жауап беріп, иә, айта бер. Айтатын ештеңе жоқ, тек сізге біздің купеден қуып шыққан адамымыздың жұртты шуылдатып жүрген жазушы екенін айтқым келіп еді. Болса болар, деді Қаратай қызының аты шулы жазушы деп тақай бергеніне тоқмейіл дауыспен тойтарыс беріп. Сол жазушыны бір кезде қуып шыққанымыз үшін сіз өкінбейсіз бе? Бағила балалық еркелігімен араластырып әкесіне сынай да күлімсірей қарады. Несіне өкінемін? Деді Қаратай тағы да сол баяғы өз үйренген үстемінге көшіп. Танысам екен, шығармасын оқысам екен. Сіз ешкімді де оқыған жоқсыз ғой. Бағила, деді Қаратай қатал дауыспен, Алматыда бір жыл оқыдым деп менімен білім жарыстырғың келе ме? Менің білімім мен жолым бір басқа, білмегенімді толықтырсын деп адам бала тәрбиелейді. Тоқтат. Бағила үнсіз қалды. Бұдан ары қарай ол жігіт жайлы да әкесі айтып тұрғандай білім жарыстырғысы кеп тереңдемекке ойы жоқ болатын. Бірақ әкесінің табан асты ашу шақырып, оның алдын кесіп тастағаны көңіліне кірбің түсіріп өткендей болды. Осыны секемшіл әке көңілі сезе қойды да қызының қасына кеп оның қап-қара шашынан сипады. Әкеңе өкпелеме, деді әлгіге мүлде ұқсамайтын жүп-жұмсақ ұяң үнмен. Әкеңе өкпелейтін, әкеңе ренжитін адам онсыз да көп. Келістік пе? Бағила үнсіз басын изеді. Бірақ көңілінде оған деген сынаптай салқын кірбің қалып қойғанын, оның ешқашан тарамасын, өйткені әкесінің бұдан әрі өзгермесін, өмірінің соңына дейін осы деңгейден, осы түйсіктен өзіне деген сенімінен таямасын сезді. Соны сезінген кезде ішкі жан дүниесінде оған деген аяушылығы да оянды. Қаратай сәргелдің докторлығына көрімдік деп 1000 сом тастады да сол күні кешке елге ұшып кетті.